Төрткүл дүние көз тіккен футболдан Еуро 2024 турнирі өтуде. Аталмыш турнир Германияның 10 қаласында өтеді деп жоспарланған. Бүгінде 24 команда қатысып, 16 команда іріктеліп қалды. Бүгін біз Астана қаласының тұрғындарынан Еуро 2024 турнирі туралы не білетінін және қай құрамаға жанкер болатынын білетін боламыз. Өзінде өткізіп жатқандықтан мен ойымша Германия чемпион болады деп ойлаймын. Өзім Франция еліне жанкүйер болып отырмын. Сіз? Также Францияға. Англияға бәлтетем ғой. Составтары основной игроктар мықты ташер ғой. Грузиямен ойнады ғой, Португалия. Жақсы неғып үшем ана кімді? Роналдыны. Жеңіліп қалғаны салын қайыз бар енді. Келешек тағы жеңер енді. Мен негізі Қазақстанға жанкүйер едім, бірақ ол Еуропаға шыға алмай қалды өкінішке орай. Енді қазір қай командаға? Қазір енді Франция ше? Франция. Франция ойнайды, олардың құрамасы мықты және мен любимый игрогым Францияда ол Мбаппе. Менің ойымша Испания жеңеді. Менің ойымша Португалия жеңеді. Менің ойымша Португалия жеңеді. Менің ойымша Германия жеңеді. Чемпионатқа қатысқан әрбір ұлттық құрама 9,25 миллион евро алады. УЕФА 24 құрамаға негізгі төлемдер үшін 228 миллион евро бөлді. Құрама плей-офф кезеңіне өтсе, тағы 1,5 миллион евро, ширек финалда ойнаса 2,5 миллион евро, жартылай финалға жолдама алған жағдайда тағы 4 миллион евро алады. Ал финалдағы соңғы ойын үшін 5 миллион евро беріледі. Турнир жеңімпазы қосымша 3 миллион евро алатын болады. Деректерге сүйенсек, Еуро тарихындағы ең жас ойыншы 16 жастағы испаниялық Ламин Ямал атанса, Еуро 2024 тарихындағы ең кәрі ойыншы Пепе екені анықталды. Швейцария, Германия, Англия және Испания сынды құрамалар өз қарсыластарын артқа тастап күні бүгінде ширек финалға жолдама алды. Франция және Бельгия, Португалия және Словения құрамалары арасында шілденің бірі күні өте тартысты матч өткізілмек.